Енді біз мысалы осы кезге дейінгі сенің өмірің өткен шақпен өмір сүрдің. Өткен шақпен өмір сүрдің. Яғни өткен шақтағы өкпе, ренждер ешқайсысын жібермегендіктен бірінші кезекте ол сенің денсаулығыңа әсер етті. Одан табысыңа әсер етті, карьераңа әсер етті, күйеумен қарым-қатынасқа әсер етті, барлығына әсер етті. Ол туыспен қарым-қатынасқа әсер етті. Бәріне тек кері кете берді. Өткен шақпен өмір сүрген кезде. Енді біз кеше 5 терапияда өткен шақтың барлығын жібердік, өткен шақтың барлығын жібердік. Өкпе реніштің барлығын жібердік. Папаға қалды ма өкпе реніш? Қалған жоқ, мамаға? Менде не болып отыр? Барсам бір құшақтап, бетінен сүйіп, махаббат ашылып жатыр. Барлығын құшақтап, бір ата-анамды сондай құшақтап, бір амандасқым келіп жатыр. Сондай, яғни махаббатың арта түсті, өкпе реніші қалған жоқ. Негізі адам өкпе ренішті жауып тастап жүре береді. Оның барлығын проживать етіп шығарып тастадың, болды, қабылдадың, қалай бар солай. Біз енді ата-анаға негізі ренжуге хақымыз жоқ қой. Просто бейсаналы түрде біз жаңа өткен шақпен өмір сүрген кезде өкпе ренішпен жүре береміз солай. Ол біздің өмірімізге әсер етеді. Енді күйеуге, одан ата-анаға жібердің, қабылдадың. Енді күйеуге бар ма өкпе реніш? Өкпе реніш жоқ. Жоқ, оны жауып жасап тастадық. Яғни күйеуді қабылдамауда сендердің қарым-қатынастарыңа әсер еткен. Осы кезге дейінгі. Ол балаларға да әсер етті. Отбасында өзгеріс бар. Отбасында өзгеріс. Күйеуде сен өзгердің, күйеу өзгеріп жатыр. Енді осындай адам өткен шақпен өмір сүрген кезде болашақта арман мақсатқа энергия қалмай қалады. Энергияның барлығы өткендегі бүйткен, сөйткен, бүйтті, сөйтті, ішті. Жұмыс істегім кеп, бір қыдырғым кеп, бір энергия пайда болғандай ма қазір? Бір шетел аралап, барғым келген сияқты неше түрлі ойлар, уже туысқандармен қарым-қатынас жасасам деген ойлар болып жатыр. Бұрын оны ойламайтын. Ондай жақсы. Қазір барлығын жібердің. Өткенмен өмір сүру тиімсіз. Оның себептерімен жұмыс жасадық, потому что оған бір себептер болды. Онымен проработка жасап болды. Енді өткен шақ тек жақсы естеліктері қалу керек, және қандай ситуация болмасын, олар маған сабақ берді, олар мені тәрбиеледі. Кез келген ситуация, кез келген сынақтың артында бір сабағы болады. Бір сабақпен келеді, ол босқа келмейді. Енді өткенді жіберген кезде бізде энергия пайда болады. Жақсы ойлай бастаймыз ғой уже.